Бай мәдени мұрасын дәріптеуге, ұлттық салт дәстүрлерді жаңғыртуға және жас ұрпаққа рухани құндылықтарды насихаттауға бағытталған «Қош келдің әз Наурыз» атты Наурыз мейрамы кең көлемде аталып өтті. Ұлттық құндылығымыз дәріптелген шара жайлы тілшіміз тарқатады. Өңірге қарасы Қарасай ауданында да ұлыстың ұлы күнін ерекше ықыласпен қарсы алуда. Аудан тұрғындары, ұстаздар мен оқушылар бұл мерекені қазақы дәстүрге сай қарсы алып, ұлттық құндылықтарды ұлықтады. Мерекелік шара аясында қазақ халқының салт дәстүрлері дәріптеліп, әжелер шашу шашып, батөгей қариялар ақ тілегін арнады. Қонақтарға ұлттық тағамдар ұсынылды. Қарасай ауданы білім бөлімінің басшысы Әсел Әбленаның ұйымдастыруымен, қолдауымен барлық Қарасай ауданы мектептерінде Наурызнама мерекесі өте сәтті өтіліп жатыр. Соған орай Үштерек орта мектебінде де мектеп директоры Жанар Киргизбекованың ұйымдастыруымен, қолдауымен Наурызнама 10 күндігі талапқа сай, құндылықтарға толы және жаңартылған бағдарламамен байланыстырыла отырып өте жақсы өтілуде. Наурыз мейрамы ұлттық ойындарсыз өтпейтіні белгілі. Осы орайда жастар арқан тарту, асық ату, тоғызқұмалақ, қазақша күрес сияқты ұлттық ойындарда да өзара сайысқа түсті. Ұлттық құндылығымыз жеті қазынаның бірі қазақтың тасын жетектеп келіп отырмыз осы жерге. Және де осы балам екеміз қазақтың ұлттық киімін нақышты киіп, осы екі тазымызды алып, осы жерге келіп отырған жайымыз бар. Ерекше мерекелік шара халықтың бірлігін нығайтып, ұлттық мәдениетті жаңғыртуға зор үлес қосты. Қарасайлықтар ұлыстың ұлы күнін қуанышпен қарсы алып, Наурыздың береке мен молшылық әкелуін тіледі. Олжас Нұржан Омаров, Талғат Жанбота, Алатау ақпараты.